Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге құрбан айт жайлы жалпы ақпарат беретін боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеле кетіңіз. Ендеше кеттік. Құрбан айт. Құрбан айт мұсылмандардың ең қасиетті мерекесі. Ол ораза айттан кейін 70 күннен соң басталып 3 күнге созылады. Бұл күндер ұлы Меккеге қажылықпен аяқталады. Айт күндері Аллахқа арнап құрбандық шалады, мал сояды. Бұл мұсылмандардың негізгі міндеттерінің бірі. Әрбір мұсылман Аллах разылығы үшін мүмкіндігі болса құрбан шалады, мал сояды, жылқы малынан басқасын. Аллахтың бұйыруы бойынша бірінші құрбандық Ибрагим пайғамбардың сүйікті баласы Исмаил болу керек еді. Не әкесі, не баласы қарсы болған жоқ. Аллах әкесі мен баласын өзіне берілгендігіне көз жеткізіп, оларды құрбандыққа шалған. Жұмақтан аспан түстес көк қошқарды түсіріп, оларға мейірім түсірді. Содан бері дәстүр жалғасын табуда. Оны орындау әрбір мұсылманның міндеті. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр немесе түйе малын шалады. Басқа жануарлар қолданылмайды. Ауру немесе соқыр мал құрбандыққа шалынбайды. Мұсылмандар үшін құрбан айттың бірінші күні маңызды болып саналады. Ол күні мешіттерде айт намазы оқылады. Айттың осы бірінші күнінде адамдар бір-бірімен құттықтап, бір-бірінің үйінен дастарханнан дәм татады. Бұл күні әрбір мұсылманның үйінде дастархан жайылады. Құрбан айтта бауырсақ, шелпек пісіру, дастарханнан мәзірін дайындау үшін жұмыстан сұрану керек еді. Құрбан айт күні ертерек тұрып, ғұсыл алып, таза киім киіп, хош иісті әтір сеуіп, көшеде жолыққан адамға ашық жүзбен қарау, құрбандық етімін ауыз ашу немесе намаздан алдын ештеңе жемей намазға бару жатқанда тәкбір айту Хазіреті Мұхаммед пайғамбарымыздың сүннеті. Аллах тағала әмірі мен пайғамбарлар сүннетін орындау жаратушы иеміздің ризашылығына жақындатып, ақиретті сый-сияпатына кеңейтеді. Сондықтан да айтқан ниеттеніп дайындалушы немесе ынта ықыласын құрбандық шалушының Тәңірі мейіріміне бөлініп, о дүниеде жүзі жарық, мол сауапқа ие болары сөзсіз. Қажылыққа барған тәуіп етушілер мен оған себепті жағдаймен бара алмағандарға айт күндері ортақ ибадат құрбандық шалу болып келеді. Бұл айтылуы мерекенің ең маңызды амалы. Құрбандық деп құрбан айт күндерінде ғибадат ниетімен шалынатын малды айтады. Сондықтан бұл құрбандық шалу мерекесі, яғни құрбан айт деп аталады. Қасиетті Құран кәрімде және ислам тарихы бойынша бұл мереке және оның шежіресі сонау адамзаттың атасы Адам саллаллаху алейхи уассалам ата мен дәстүрі. Бұл құрбандық шалу діндердің түп атасы Ибрахим мен оның ұлы Исмаил пайғамбарлармен тығыз байланысты. Құрбан айт күндері шариғат бойынша нисап мөлшеріндегі, яғни 85 грамм алтынға тең ақшасы бар. Бас бостандығы, ақыл есі бүтін, жол сапарда емес, мұсылманға кем-кетіксіз бір жастағы қойды немесе ешкіні немесе бір адамнан 7 адамға дейін ниеттерін біріктіріп, 2 жастағы сиыр немесе 5 жастағы түйені құрбандыққа шалу уәжіп етілді. Құрбандықтың уәжіпті қасиетті Құранда Раббың үшін айт намазын оқы, құрбандық шал деп бұйырылған. Ал пайғамбарымыз кімде-кім мүмкіндігі бола тұра құрбандық шалмаса, біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын делінген. Құрбан айттың бірінші күні. Құрбан айттың бірінші күні таң атқаннан кейін Муздалифада таң намазы оқылады. Таң намазынан кейін Муздалифа уақфасы жасалады. Жерге жарық түскенге дейін дұға етіліп тілек тіленеді. Сосын қажылар күн шықпай Минаға қарай бет алады. Минада шатырларға орналасқан кейін шайтанға тас лақтыру үшін үлкен шайтанға барады. Құрбан айттың бірінші күні үлкен шайтан тасқа 7 тас лақтырылады. Әр таста бисмиллахи Аллаху акбар, рағман лиш шайтан уа хизвик деп айты лақтырады. Мағынасы Аллахтың атымен Аллах ұлы шайтан және оған егендері қаламаса да. Алғашқы тас лақтырғанда тәлфия айту тоқтатылады. Үлкен шайтанға 7 тас лақтырғаннан кейін тәмәттүх немесе қиран қажылығын орындаушылар Харам аумағынан кез келген жерінде мойындарына уәжіп құрбандар шалады. Үлкен шайтанға 7 тас лақтырғаннан кейін тәмәттүх немесе қиран қажылығын орындаушылар Харам аумағынан кез келген жеріне мойындарына уәжіп құрбандарын шалады немесе оларды
біреуді өкіл жасап шалдырады. Ифрат қажылығын орындаушыларға құрбан шалулары уәжіп болмағандықтан нәпіл құрбан шалуларына болады. Ифрат қажылығын орындаушылар үлкен шайтанды тасқа тас лақтырғаннан кейін, ал тәмәттүх немесе қиран қажылығын орындаушылар құрбандарын шалған соң шаштарын алғызып немесе қысқартып ихрамиян шағады. Ихрамда харам болған нәрселердің бәрі қайтадан халал болады. Ихрамнан шыққаннан кейін Меккеге барып зиярат тәуабы жасалады. Бұл тәуап былай жасалады: жақсылап дәрет алып, бар ықыласпен мәсжуди харамға қарай зікір айтып, баяу жүріспен жүреді. Ер кісілер тауапты бастамас бұрын ридаларын дененің үстіңгі жағына оралатын ихрам матасы оң қолтықтарының астынан өткізіп, сол иықтарының үстінен тарта орайды. Тауапқа байланысты осы әзірлікті істегеннен кейін, Аллахым, мен сенің ризалығың үшін зиярат тауабын жасауды ниет еттім. Зиярат тауабы маған жеңіл ет және менен қабыл ал деп ниет етіп, рухни ямани жағынан қара тастан қарсысына барады. Мүмкіндік болса, тәкбір немесе тахлил айтып қара тасты сүйеді. Ал егер мүмкін болмаса, қолмен ишарат етіп сәлемдеседі. Қара тасты орналасқан бұрышында тауаптың басталатын жерін білдіретін қоңыр сызық бар. Міне сол сызықтық тұсынан тауап басталады. Егер тауап бұл сызықтық, яғни қара тастың дәл қарсысынан емес, кішкене алдыңғы жағынан басталған жағдайда айналым толық болмай қалады. Қағбаны сол жағына алып, оң жағымен тауапты бастайды. Әр айналымның басында қара тасқа сәлем береді. Барлық айналымдар рухни ямани немесе рухнул хажарул әсуаттың арасында мына дұға оқылады: Раббана атейна фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар ва адхилна жанната мал абрар ва азизина гаффар я раббал аламин. Мағынасы: Раббымыз, бізге бұл дүниеде де ақыретте де тек жақсылығыңды беріп, бізді от азабынан сақта, бізді жақсы игі құлдарыңның қатарынан бірге жәннатқа кіргіз. Уа азиз, уа ахса, кешірімді ғаффар, уа бүкіл әлемнің Раббысы. Алғашқы үш айналымда ер кісілер адамдардың жиі айналып иықтарын сілкеген бойда жылдам жүреді. Бұлай істеу рәмәл делінеді. Рәмәл істеу сүннет, істелінбеген жағдайда тауаптың дұрыстығына зиян келтірмейді. Тауап аяқталғаннан кейін мүмкін болған жағдайда Ибрахим мақамында болмаса да мешіттің кез келген жерінде 2 ракат намаз оқып, дұға жасалады. Сосын зәмзәм суын ішеді. Егер Арафа күннен бұрын сағи жасалмаған болса, зиярат тауабынан кейін жасалады. Зиярат тауабына құрбан аштың 3-ші күні ақшам уақытына дейін жасалуы имам Әбу Ханифа бойынша уәжіп, ал имам Әбу Юсуф немесе имам Мұхаммед бойынша сүннет. Жалпы Ханафи мазхабында бұл тауапты құрбан айттық 1-ші күні жасау абзал. Зиярат тауабын жасаған соң Минаға қайта қайтып, шайтанға тас лақтыру күндерінің түндерін сол жерде өткізу Ханафи мазхабында сүннет, ал басқа мазхабтарда уәжіп болып келеді. Құрбан айттың 2-ші немесе 3-ші, 4-ші күндері. Құрбан айттың 2-ші, 3-ші, 4-ші күндері күн тас төбеде ауғаннан кейін бірнеше кішкентай 2-ші, орта, 3-ші үлкен шайтан тастарға 7-7-ден тас лақтырады. Кішкентай немесе орта шайтан тастарға тас лақтырып болғаннан кейін дұға жасалады. Үлкен шайтан тасқа тас лақтырған соң дұға жасамай дереу ол жерден кетеді. Құрбан айттық 2-ші немесе 3-ші күндері күн тас төбеде аумай шайтан тастарға тас лақтырмайды. Құрбан айттық 4-ші күні шайтан тастарға тас лақтырмайтындар 4-ші күні таң атпай Миналдан қайтулары шарт. Әйтпесе 4-ші күнде де тас лақтырулары уәжіп болып қалады. Яғни Миналға қалғандар үшін шайтаннан тастың әрқайсысы 7-7-ден тас лақтырып Меккеге қайтады. Миқат шекараларының сыртынан келгендер Меккеден шығар кезде қоштасу тауабын жасайды, бірақ одан да бұрын жасауларына болады. Егер бұрын жасалынып қойса, Меккеден шығар кезде қайта жасау шарт емес. Қоштасу тауабын жасағаннан кейін Қабаға барып намаз оқу нәпіл тауап жасауға болады. Мұнда жағдайда ең соңғы жасаған нәпіл тауабы қоштасу тауабы деп есептеледі.
Қайыз немесе нифас жағдайында әйелдер қоштасу талабын жасамайды. Мәжжуди харамның есігіне дейін барып Қабамен қоштасып қайтады. Ибн Аббас бұл турасында әйел адам қайыз жағдайында болса да қоштасу талабын жасамастан жолға шығуына рұқсат етіледі. Менің берген бүгін ақпараттарым сіздің пайдаңызға жарады деген үміттемін. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет.